Ал Ақтөбе кәсіпкерлері бір ауыздан алпауыт мекемеге қарсы шығып отыр. Жаңа жылдан бастап өз қызметінің құнын 3 есеге дейін өсірген Трансэнерго акционерлік қоғамының әрекетін олар түсінбейміз дейді. Бүгінде бірден 131%-ға көтерілген жылу тарифін қайта қарау ұсынып, 60-тан астам азамат кәсіпкерлер палатасына шағымданды. Сергей Кадин шағын оқыту орталығының басшысы. Мектеп оқушыларын қосымша сабаққа дайындайтын мекеме қызмет құнын сонау 2012 жылдан бері өсірмей келеді екен. Бірақ айнала қоршаған қымбатшылықтан бизнесті жоғалтып аламын ба деп қорқатындығын айтады. Кәсіпкер қаңтар айында осы күнге дейін айына 8.000 теңге төлеп келген жылу үшін 22.801 теңгеге түбіртек алған. Конечно, ударит по карману. Бұндай соманы ай сайын төлеу бізге ауыр, бизнеске кері әсерін тигізіп отыр. Өйткені табысымыз көп емес. 4 жылдан бері біз оқу ақысын көтерген жоқпыз. Өйткені халыққа ауыр. Ал мен енді тек жылуға 23 мыңдай төлеуім керек. Бұдан басқа су, жарық секілді қызметтерге де төлеймін. Барлығы қымбаттап жатыр. Бүгінде 60-тан астам жеке кәсіпкер осы мәселенің шешілуін сұрап облыстық кәсіпкерлер палатасына шағым түсірген. Барлығы жылудың бірден қымбаттауы олардың кәсіптеріне кедергі келтіріп отырғандығын айтады. Халықпен кездесу осы жасағанда олар айтқан 5 жылға көтеріліп жатыр. 5 жылда біз түсіндік, ол жыл сайын жаңағы 15-20%-ға ма, 30%-ға ма көтеріледі. Бүгінгі күні ол бірден 37-36%-ға көтеріліп тұр. Монополист мекеменің өзі болса, бұл тарифтің монополияға қарсы комитетпен бекітілгендігін айтып отыр. Жаңа тариф жеке тұлғалар үшін есептеу құралынсыз 50%-ға, заңды тұлғалар үшін 131%-ға өскен. Бұл қаражат қала бойынша барлық жылу желілеріне күрделі жөндеу жүргізу және жұмысшылар жалақысын 10%-ға көтеруге жұмсалады екен. Монополияларды реттеу комитетінің бекіткен тарифі. Бұл тариф 5 жылға бекітіледі. 16 жылдан бастап 20 жылға дейін. Және бұл тариф осы 5 жылға өзгеріссіз қалады. Былайша айтқанда енді жаңа біздің басшы айтты, 5 жылға бөлгенде ол онша көп те болмайтын шығар. Десе де кәсіпкерлердің наразылығын туғызып отырған бұл жаңа тарифтің мәселесін алдағы күндері кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесінде қаралып, нақты шешім қабылданатын болады. Ал қазірдің өзінде бұл дау туғызып отырған тарифтің мәселесі бойынша облыстық прокуратурада тексеру басталып кеткен. Бақыт Рахметова, Асылхан Бекенов, Информбюро, Ақтөбеден.